Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. 16 қазан, батыс уақытымен сағат 21:20. Құрметті бауырлар, есім Еркебұлан, Ақтөбеден сөйлеп тұрмын. Құрметті бауырлар, кімге заявка берген кезде с таким ГРНЗ существует деп шықты. Осындай ГРН мемлекеттік тіркеу нөмірімен автокөлік тіркелген деп шыққан азаматтардың бәрінің сұрақтарына, мәселелеріне міне жауап. Ондай автокөліктер тіркелетін болады. Ең алдымен арыз жазып, мына әрбір жақта әкімшілік полициялар бар ғой, мына неге заңдастыруға өтінім қабылдайтын, құжаттарымыз тапсырып жатқан заңдастырумен айналысатын әрбір қалаларда, мысалы бір қалада 37-ші кабинет дедік, 20-ші кабинет дедік. Сол адамдар сияқты Ақтөбеде мысалы Алтынсай арена 12 мекенжайы бойынша сол РЭУ орналасқан. Сол жаққа апарып, осы міне қазір арызды мына жерге салатын болам. Жаңағы WhatsApp немесе Telegram чаттарда PDF форматымен астына салатын боламыз. Ал видеохостингтерден, әлеуметтік желілерден көріп отқан адамдар үшін міне арнайы сіздерге саламыз. Міне қарап алыңыздар. Экранда тұр. Осыны скриншот істеп алуларыңызға болады. Осыны шығарып алып, сол полиция басқармаларына апарып, бөлімшелеріне апарып, әкімшілік полиция басқармаларына апарып тапсыруларыңызға болады. РЭУ дейміз, РЭУ-ге апарып тапсыруларыңызға болады. Осы арыз тастайсыздар. Содан кейін сол жерде адамдар өздері түсіндіріп айтады, қызметкерлер қашан келетіндеріңізді, немесе бір жерден сообщение келе ме, соның бәрін толықтай өздері түсіндіріп айтатын болады. Бұл арыздың үлгісі беріп жатқан, бұны өз қолдарыңызбен де жазуларыңызға болады. Өзіңізді произвольный формеде сондай қылып жазуларыңызға болады. Немесе бұл арыз тек қана бүгін жаңа кешкісін Ақтөбе облыстық әкімшілік полицияның жанындағы РЭУ деген бар, Алтынсайдың 12 мекенжайында орналасқан. Сол жақтағы полиция қызметкерлердің осы сұраққа шешілгеніне байланысты ертең қалай жазамыз, не істейміз деген сұрақтар туындамас үшін сол полиция бөлімшелерінің азаматтары бірден жазып берген болатын осы хатты қағазды. Сол міне осымен осындай арыз жазу арқылы апарып тастайсыздар. Сосын сіздердің арыздарыңызды қабылдап алады. Содан кейін двойной с таким ГРНЗ существует деген автокөліктердің мәселесі осымен шешіледі. Сол бәрі қойылады. Енді құрметті бауырлар, қандай мәселелер шешіліп жатыр, қандай мәселе шешілген сайын ортаға салып отыратын боламыз. Оны міндетті түрде естіп отыратын боласыздар. Сосын кейбір азаматтар комментарийлерде тағысын бір жерде жазады. После 1 сентябряның шаруасы болмаса қалғандар мәселелер қызық емес сияқты ғой деп. Құрметті бауырлар, өйтіп жазуларыңызды қойыңыздар. Әркімнің проблемасы өз үшін үлкен, өз үшін шешімін табылмай жүрген үлкен проблема болып саналады. Қазақтың наоборот, қазақтың басында қазақтың бір кішкентайда осы проблема шешілгеніне қуану керек. Қазақта сөз бар, өсер елдің балдары бір-бірін батырым дер, өшер елдің балдары бір-бірін қатыным дер дейді. Батырымыз деп өзіміздің батырларымыздың бір мәселе шешілгенге қуана жүрек. Өйтіп мен мәселем шешілмеді, қалғандардың маған қызық емес деген сияқты ондай айтудан аулақ болу керек. Амандық болса бүкіл мәселелер шешімін табады деген сенімдеміз. Міне қандай мәселелер бар, соның бәрі жігі-жігімен шешіліп жатқан жайы бар. Амандық болса бәрі шешіліп, бәрімізге ақ нөмір бұйырады деген сенімдемін. Сол құрметті бауырлар, назарларыңызға рахмет. Жолдағыларға ақ жол. Қандай шешімдер, қандай жаңалықтар бар, соның бәрін бірден ортаға салып отыруға тырысамыз. Міне қалай уақытымыз болып жатыр, бірден салып жатқан жайымыз бар. Сол құрметті бауырлар, жолдағыларға ақ жол. Аман сау жүріңіздер. Жол көлік ережесін сақтап, аман сау баратын жерлеріңізге жетіп, бала шағаларыңызда, үй іштеріңіздің бәрі аман болып, тек қана қуанышта жолығып, кездесіп, тек сүйіншімен ғана сүйініш сұрасатын күндеріміз көп болсын, құрметті бауырлар. Сол амандық болса қандай мәселелер шешімін тауып жатады, соның бәрін ортаға салып отырамыз. Енді жақын күндерде перспективада шешімін табатын мәселе ол двойной ГРНЗ, шешімін тапты міне черный список, сосын не найден деп заявка алған адамдар. Сол тағысын сондай қазір бірден шешімін табылайын деп тұрған мәселелер, 1 қыркүйек туралы мәселе амандық болса шешіліп жатады деген ойдамыз. Кімнің қандай амалы бар, енді өзі ыңғайын қарап бір шешілу жолында бәрімізді бірімізге атсалысып көмектесуге тырысайық. Бұрын соң номер алып кеткен бауырларды бәріңізді ешкімді тастамай, қазақты алаламай, номер алмаған бауырларымызға қолдап, қолпаштап көмектесіп, бірімізге қолдау көрсетіп отырайық. Жақында 1 қыркүйек туралы мәселені шешу туралы тағы да бір амалымыз бар. Соны ортаға салатын боламыз. Сонымен амандық болса сөйтіп жұмыс жасаймыз. Сол назарларыңызға көп рахмет. Ешкім ешқандай проблема ұмытылған жоқ. Ешкім ешқайға қашып кеткен жоқ, кетіп қалған жоқ, қорқып қалған жоқ. Бәріміз жүрік. Амандық болса бүкіл мәселе шешіледі деген сенімдеміз. Бірінші Алла, екінші осы өзіміздің ауызбіршілігімізге байланысты, құрметті бауырлар. Сол жолдағыларға жол, назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болып тұрыңыздар. Амандық болса тек қуанышпен кездесейік, құрметті бауырлар.